Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін мен осындай өте дәмді, әдемі көрінетін салат жасадым. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қайнаған піскен сәбізімізді 4 бұрыштеп турап аламыз. Сосын картопымызды тураймыз, піскен. Колбасамызды 4 бұрыштеп турап шығамыз. Негізінде оливье салатындай болып шығады. Мен сәндік ретінде сырды қолдандым. Соленый огурцикті 4 бұрыштеп турап шықтым. Сосын үстіне горох қостым. Кішкене дәміне қарай тұз септім. Сосын майонез құйып араластырдым. Сосын сырымызды күштен майдалап өткізіп алдым. Салатымыздан біраз қасық алып дөңгелек пішінге келтірдім. Үстіне сырды сеуіп, үстіне кішкене ғана басып шығамыз. Дәл осылай барлығын жасап шықтым. Мен сәндік ретінде астына жапырақ төсеп, бетіне укроп қойып әдемі етіп шықтым. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.